әке-шешелерінің хотя бы біреу тірі болатын болса, бар болатын болса, көттерің тырысып, ол бүйткен, сөйткен деп жүрсіңдер. Ертең білесіңдер ме, қай кезде өкініп кешірім сұрайсыңдар сол үшін. Білесіңдер ме, қай кезде? Артынан іздеп барасың. Оның жатқан үйіне. Ол жерде еще ол жалғыз жатпайды. Сол сияқты бәленбай адам жатады. Бір шаршы метр жерде тасына қарап тұрып кешірім сұрайсың. Блин, папа, қуыптың ғой мен деп ше. Папа, мама, кешір деп. И таспен сөйлесесіңдер. Таспен сөйлесесіңдер. Неге мен оның тірі кезінде қуып жүргем? И тірі кезінде біз айта алмаймыз ше өйтіп. Өкпелеп жүреміз ғой. Тасқа барып